Ассалаумағалейкум қазақтарым. Имам мен мүфтилердің маскасын шешпедім, енді Құрбан айы деген сопының маскасын шешуге ниет еттім. Құрбан айының шіркіші екенін елдің бәрі біледі. Жақында Фейсбукта қарап отырсам, бір соп әйел Құрбан айының сөйлеген сөзін жазып қойыпты. Бұл ақымақ надан басқаны қойып, Аллахқа өтірік жала жауып, Құранның аяттарын бұрмалап, елді алдап жүргенін көріп таң қалдым. Басқаға барса да Құранға тиіседі деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Бұрын оны Құдайдан қорқады деп ойлаушы едім, қателескен екенмін. Ғұламалар айтады, егер кімде-кім Құранды өзгертіп өзінің сөзін қосатын болса, онда ол діннен шығып кәпір болады дейді. Ал енді мені тыңдап өздеріңіз шешім қабылдаңыздар. Аллах Құранның Әл-Хаққа сүресінің 44-46 аяттарында былай дейді. Егер Мұхаммед Құранға өз сөздерін қосатын болса, оның оң қолынан ұстап, күре тамырын кешіп жіберер едім дейді. Ұқтыңыздар ма? Құранға өз сөзін қосатын болса, басқаны айтпағанда Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өзін жазалаймын деп сөйлейді. Ал адасқан сектант Құрбан айда болса, бір емес бірнеше аятты өзгертіп отыр. Артына ерген басқа сопыларды өзіне сендіріп, артынан адастыру үшін. Осы мақсатта ол сектанттарына Құранды оқымаңдар, ұқпай адасып кетесіңдер. Тек менің айтқанымды тыңдаңдар деп алдайды. Құрбан айда тақырыбын үмітті үзбеу деп бастап, былай жалғастырады. Алла тағала Жүсіп сүресінің 87-ші аятында «Уәлә таясу мин раухилах» деген сөздерді Алланың жаратқан әруағынан үміттеріңді үзбеңдер, инкар қылыңдар деп аударады. Ал «Иннаху ла яясу мир раухилахи илля қаумир кафирин» сөздерін Алланың жаратқан әруағынан кәпір қауымдар ғана үмітін үзеді деп бұйырады деп аударған. Сопылардың зомби болған соншалық бірде-бір Құранды қолдарына алып, жай ғана тексеріп көрейікші деген ой миларына келмеген. Бұл аят былай аударылады. «О сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаивается милости Аллаха только люди неверующие». 12-ші сүренің 87-ші аяты. Қазақшасы былай аударылады. «Уа ұлдарым, Юсупты және оның ағасын тауып іздеңдер, және Алланың рахмынан үміт үзбеңдер. Өйткені Алланың рахмынан тек кәпір адамдар ғана үмітін үзеді». Ал енді осы аяттың қай жерден әруақ деген сөзді көріп отырсыздар, айтыңыздаршы. Осы лекциямның соңында осы аяттың аудиожазбасын тыңдап көріңіздер. Қай жерінде әруақ деген сөз бар екен? Бұл біріншіден. Екіншіден, әруақ деген сөз араб тілінде жоқ сөз. Араб тілін қойып, парсы тілінде де жоқ ондай сөз. Біздің дүмше мүфти мен оның дүмше имамдар осы уақытқа дейін халықты алдап келді. Арабша әруақ деген сөз, арабша рух деген сөздің көпшілік түрі деп. Үшіншіден, рух деген сөз Құранда тек қана жекеше түрде кездеседі, көпшілік түрде емес. Мүфти де, көпшілік имамдар да сопылар болып табылады, қанша жасаса да. Сондықтан олар Құрбан айы сияқты Құдайдан қорқыңдар деп елді қорқытып, өздері қорықпайды Аллахтан, әсіресе шайтанның ақшасын көрген кезде. Әруақ қолдайды, жебейді алмайды, тірілерді, дұға жасайды дегенде шайтанның бұлшылы. Керісінше өлгендер тірінің дұғасына мұқтаж. Ақымақ надандардың әруақ деп жүргендері жын шайтандар болып табылады. Адам өлген соң жаны барзақ әлеміне өтіп ұйқыға кіріседі. Аттарынан бұл дүниенің есігі жабылады дейді Құранда. Аллах қабірде жатқан өлгендер тірілердің сөзін естімейді деп бір емес бірнеше аяттарда айтады. Сонымен сіздер Аллахтың сөзіне сенесіздер ме, әлде шайтанның әскері болған Құрбан айы мен мүфти басқарған дүмше имамдарға сенесіздер ме? Шешім қабылдаңыздар. Қорытындылай келе барлық сансыз, шексіз және шетсіз мадақтың бәрі тек әлемдердің иесі жалғыз Аллахқа лайық. Аллах біздің пайғамбарымыз Мұхаммедті, оның отбасы мүшелерін, оның серіктерін және олардың соңынан ергендердің барлығын өзінің сүйікті құлдар етіп жарылқасын. Әмин. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.